Сәлем, құрметті достар. Мен сіздерге Шерхан Мұртазаның «Жұлдыз көпірі, құл көпірі» кітабының жалғасын ұсынамын. Ақсу-Жабағылыда Рысқұлдың несі қалды? Неге сонша бір жетуге зар болды? Ақырет мекеніне неге сонша Ақсу-Жабағылыны қалады? Ақырғы арман екен, ол да орындалмаған-ау сонда. Сонау ит жеткенде 10 жыл жүріп, жалаң аяқ жар кешіп, қызыл аяқ қар кешіп, тілерсегінен кісен кесіп, ақбақай болған бұғаулы бозым 16 жылдың меркедегі ойранынан кейін Ташкент таласқа тартқанша жаралы тәнін Ақсу-Жабағылысына қарай неге сүйретпеген? Зират басында тұрғандардың көкейіндегі осы сұрақ қалды, бірақ жауап болмады. Бүк түсіп жатқан жер бесік тіл қатпады. Тек айнала тұрған қу шеңгелдің қоңыраушалары бұлдыр-бұлдыр, шылдыр-шылдыр қағып, теріскей желдің лебінен баяу ғана тербеледі. Шеңгел бұтағында ілінген жөп-жұқа қабық жылан жылының жалмауыз жалауындай желбірейді. Бәлкім Рысқұл мына ойық жеріне қабығын ғана қалдырып, өзі сол арман тауы Ақсу-Жабағылысына кеткен шығар. Тұрар төмпешікте жер бесікке телміріп тұрып, әкесінің бет бейнесін, түр-тұлғасын көз алдына келтірмек болды. Бейне көмескілене бастаған екен. Бұлдырай береді. Соңғы рет Сібірге кетерде екі қолы артына қайырылулы жантайып жатып, үздіге қарағаны есінде қалыпты. Әсіресе Тұрардың естен кетпес елес Рысқұлдың қызыл жебеге мініп көкпар тартқаны ғой. Сол сәтті көргені қандай оңды болған. Әкесінің бүкіл қиқар өмірі жиналып сол бір жұлдызды сәтке татымайтын сияқты. Бүкіл ғұмырының шарықтаған шыңы сол қызыл жебеге тақымы тиген сәт сияқты. Адамның найзағайды ерттеп мінген бір сәті, әттең сол сурет өнер тілінде сөйлер ме еді? Тұрар суретші болмағанына өкінді. Уақыт мейірімсіз. Көңілдегі көне суретін бірте-бірте күміскілендіре беретін сияқты. Енді міне найзағайды жалынан ұстап мінген адам мына төмпешік дегенге нанғысы да келмейтін сияқты. Тұрар өз ойын өзі бөліп, «Қабылбек, сен Ақсу-Жабағылыда болған жоқсың, иә?» деп жолдасына бұрылды. «Жоқ, бірақ естуім бар. Осыдан Ташкентке барған соң Түркістан үкіметінің алдына мәселе қоймақшымын. Оны мемлекеттік қорыққа айналдырып, қамқорлыққа алу керек». Дәуіт шалдың кішкене көзі шақшаң ете қалды. «Әй, жиеншар, шырағым, Тұрар, қамқорлыққа алар болсаң, мына таластың халқын ал, бұда бір елің түп нағашың». Зираттың шетінде қараң-құраң жиналып, әлдекімді қабірге қойып жатты. «Ойбай, сорлаған екен ғой, сорлы сәрсенбі, өлген екен», деді. Дәуіт кепкен бетін сипады. Жылап тұр, бірақ көзінің жасы шықпады. Көзінің айналасы айғыз-айғыз әжім, ылғал біткен. Сол заттардың алақанының әлдеқашан ағып таусылғанға ұқсайды. Бұ да алғы ішіп аштан өлді. Осыны айтып Дәуіт шал тез өзгерді. Тұрар мен Қабылбекке бұрынғыдай жалбақтамай қабағы кіртиді. Сонан соң Тұрарға тыржия тік қарап, «Өткен жылы Оязды құлатып, Әулие Ата жұртының алдында сайрағаның әлі менің есімде. Таңың атты, күнің шықты халқым деп едің сонда. Енді арқанды аяз қарымайды, беттеспейді деп едің сонда. Байлардың күні бітті,
кедейдің таңы атты деп едің сонда мына сақалымның суалып аққан жасқа омырауым шалынып еді. Жүйке-жүйкем босап, өз жүрегім уылжып, қуаныштан елжіреп едім. Қайда сол уәде еткен жұмағың тұрар? Патша құрыды, Керенский кетті, ендігі не? Қарадан туып төре болып, үстіне қылау жуытпай тұрысың мынау. Сен сірә ашықпапсың, мына Қабылбек мырза да аштан тарықпаған. Жаз бойы жан сақтағанымыз жаужұмыр мен алғы еді. Ондайды сен жеп көрмеген шығарсың. Тұрар борсық қазып жейтін шөптің тамыры. Алғы ішіп жаужұмыр жұтып, жыл бойы уланған жұрт енді Әулие-Атада кеңес өкіметін жариялап жар салғанды өз құлағыммен естіп, өз көзіммен көріп едім. Басқа айтса сенбес едім. Ал енді не болдық? Халқың қырылып қалса, кеңес үкіметі кімге керек? Іргеде ағып жатқан өзен қысыр жыландай тым жіңішке, асау талас деп айтуға келмейді. Жағадағы селдір қамыс тозған тақияның ұйпалақ үкісіндей реңсіз. Әуесінде қарлығаш қалықтамаған, қамысында қырғауыл пырылдамаған, жыңғылында қоян қашпаған, сұңқиған дала. Бедеу аспан шаңқытады, шеңгелі бұтағында жыланның кебенек терісі қаудырайды. Қала басында аштарға арнап асхана аштырдық. Айбар сияқты азулы алты қарыс тарпаң байлардың көк құлағын басып, шыңғыртып тұрып, артық астығын қазынаға құйып, кембағалға үлестірдік. Әулие-Ата аштарды асырайды дегенді естіп, жоқ-жұтаң елден қалаға қарай ағылды. Соны аңғарып, комиссар болыстарда тапсырма айттық. Байлардың мал-мүлкінен кедейлерге қарайласу туралы тапсырма берілді. Бірақ советтің жауы астыртын қастандыққа көшіп, байдың малын алудың орнына кедейдің жалғыз тұяғын тартып әкеткен мәлім болды. Әулие-Ата уезінің ендігі басшысы мына Қабылбек Сармолдаев. Мен асығыс Ташкент аттанып бара жатырмын. Бүкіл Түркістанға аштықпен күрестің төтенше комиссары болып тағайындалдым. Жалғыз Тұрар емес, бүкіл байтақ Түркістанның михнаттар комиссарияты болып тұрмын. Мына көкемнің қабірінің басында ант етемін. Халықты аштықтан, апаттан алып қалу үшін жан аямаймын. Артель құрып, күш біріктіріп, егін салып, мал бағып, ортақтасып, қоғамдасып, ел болу жағын қарастырамын. Нала болмаңыз, түп нағашы. Тұрар Дәуіт шалдың шарт-шұрт еткен сұрағына осылай жауап бермек еді, бірақ айтпады. Ашты құр сөзбен асыраудың асқан қорлық жоқ. Тек іс керек, қарекет керек, ауқат керек. Ендеше тездетіп Ташкентке тарт. Мына қанжарды мен аламын, көкемнің көзі болсын. Бұдан басқа қалған заттары бар ма түп нағашы? Мылтығы бар еді, бір қалақ онға айырбастап жібердім. Құрметті оқырман, осы оқиғаның жалғасын тыңдағыларыңыз келсе, менің арнама тіркеліп, лүпіл басып, пікір қалдыра кетулеріңізді сұранамын. Тыңдағандарыңызға рахмет.